Армысыз көрермен, дәл қазір әлеуметтік желіде туған қайнағасына тұрмысқа шыққан келіннің тағдыры қызу талқыға түсіп жатыр. Яғни ер адам өзінің туған інісінің әйеліне үйленген. Бір қарағанда естір құлаққа түрпідей тиіп, көзге жат көрінуі мүмкін. Анығында олар қазақтың көне дәстүрлерінің бірі, әмеңгерлік жолмен бас қосқан екен. Түркістандық ерлі-зайыпты тиктоктағы трендте тұрған ән арқылы махаббат хикаясын баяндаған. Қазір сол хит туындының әуенін естісеңіздер, бірден түсінесіздер. Сен және мен, арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым, сенің сұлу көзіңді көрмегеннен. Дәл осы әнге түсірілген жұптың видеосы сұмдық енді, бірнеше миллион қаралым жинаған. Тиктоктағы бұл трендтің мақсаты ерлі-зайыптылар ең алғаш танысқан немесе бас қосқан кездегі фото естелік пен қазіргі таңдағы бақытты сәтін көрсетеді. Сол трендті мен де қайталағым келді. Бірақ сол трендті қайталаған кезде мен шындықты жазғым келді. Мен өйткені 2016 жылы әмеңгерлікпен үйленген болатынмын. Сол трендте мен 2016 әмеңгерлікпен үйлендім. 2023 Аллаға шүкір осыншама бала шағам бар деп салған болатынмын. Бірақ мен мүлдем ойламаппын, миллион қаралымға жетеді деп. Әрине, фото-видео салу арқылы біз осыншама миллиондаған қаралым жиналады деп мүлде күткен жоқ болатынбыз. Бұл оқиғаны бөлісу ең бірінші менің жолдасымның ойы болатын. Жалпы әмеңгерлік дегеніміз не? Қарапайым тілмен түсіндіріп берейін. Әмеңгерлік дәстүрлі құқықтық мәдениеттің негізгі институттарының бірі. Яғни күйеуі өліп, жесір қалған әйелдің қайнағасына, немесе қайнінісіне, не болмаса жұбайының ең жақын туыстарының біріне тұрмысқа шығуы, некелесуі. Қазнетте хитке айналған бұл жұп дәл осындай жолмен шаңырақ көтерген. Бәрін басынан бастайық. Негізі алғашқыда бұл әулетте бәрі жақсы, бақытты еді. Жеңіс туған інісі Олжастың үйленетіні туралы қуанышты хабарды естиді. Інім 2012 жылы үйленді, яғни үйленбей тұрып маған звондап сұрады, аға осындай мен үйленейін деп жатырмын, рұқсатыңды бересіз ба деді. Мен ол уақытта бойдақ болатынмын. Мен рұқсатымды бердім, шаңыраққа келін түсті, беташарын жасадық. Екеуі тәтті, жап-жақсы өмір сүріп, бақытты отбасы болатын. Бұл кісімен ең бірінші танысқаным әлеуметтік желі арқылы танысқан болатынбыз. Солай біз отбасын құрдық, 4 жыл бірге тұрдық, тату-тәтті өмір сүрдік. Бір ұл, бір қызымыз болды. Солай біз бақытты ғұмыр кешіп жаттық. Бірақ бұл шаңырақтағы бақытты сәттің ойда жоқта күл талқаны шығып, қайғылы хабар жетеді. Інім Астана қаласында жұмыс істейтін. Астана қаласында жұмыс істеп жатыр, бір күн аға деп маған звондады. Мен осындай ауылға келе жатырмын, сүйіншіңіз дайындаңыз, көлік алдым деп. Содан інім осы Астанадан келді ауылға. Сол көлікті бір жұма айдады ғой, 6 күн айдады. 6 күннен кейін көлік апаты, жол апаты дейміз ғой, сол жол апатынан, көлік апатынан қаза тапты. Інімнен арқасынан ерген бір қыз, бір бала қалды. Жанел атты қызы бар, Арсен атты ұлы бар. Осылайша жап-жас келін Сандуғаш 2 баласымен жесір қалады. Бұл 2016 жылдың тамыз айы еді. Марқұм інісінің 100 күндік асынан соң, яғни 3 айдан кейін қайнағасы Жеңіс қазақтың әмеңгерлік дәстүрімен келіні Сандуғашқа көңілін білдіріп, сол әулетте неке жаңғырту туралы ұсыныс тастайды. Бұл жайында жігіт әуелі анасын айтады. Бұл ұсынысты негізінде анама өзім айттым. Өйткені анам үйде отырып, ана 2 баланы не істейміз? Ана 2 балаға барып қайтамыз ба? Ана 2 баланы әпкелесің ба деген әңгімелерді көп естідім анамнан. Содан мен бір шешімге келіп, ана осындай біздің қазақта салт дәстүр бар емес пе, әмеңгерлік деген. Мен сол әмеңгерлікпен келінге қосылсам, 2 бала алдыңызда жүреді, өзіңіздің көз алдыңызда болады, шаңырағымызда болады деп анам ұсыныс тастаған ем. Анам, сен әлі бойдақсың, үйленбегенсің, өзің ойлан балам, мен ертең битті деп, ертең мен мақыл деп, мен тараптан неме болып қалмасын, өзің ойың, өзің қалауың осы болып жатса, мен қарсы емеспін, наоборот, мен қуанамын деген нәрсені айтты. Одан кейін мен бұл ұсынысты бұрынғы келінім, қазір жұбайым, әкесіне айтып көрдім, әкесі бірақ қарсы болды. 2 тарап кішкене болса да осы бір жүйені ортаға түсірамадық. Мен бірақ кейіннен естім, анасы мені қолдаған екен, мен пікірімді, мен ұсынысымды дұрыс қабылдап, қызын насихаттаған екен. Оны мен кейіннен анасының осылай айтқанын жұбайымнан естідім. Жолдасым қайтыс болғаннан кейін оның ағасына тұрмысқа шықтым.
Ең бірінші оны маған өзімнің анам айта бастады. Мен келісім бермей жүрдім, өзімнің әкем де келіспей жүрді. Одан кейін мен тұрмысқа шыққым келмейді деп айтып жүрдім. Кейін маған қазіргі жолдасымның өзі кішкене өлең шығаратын өнері бар. Сол арқылы жеткізіп, әлеуметтік желілер арқылы солай жеткізіп, маған ұсынысын білдіре бастады. Сандуғаштың қайнағасы Жеңіс жастайынан поэзияға жаны жақын, өмірін өлеңмен өрнектеген өнерлі жігіт еді. Ол әмеңгерлік жайлы ұсынысын мынадай шумақтармен жеткізіпті. Оқып берейін. Бауырларым бақытым, жаным менің, солар менің өмірім, түсін келін. Неке қиып қан енді, жұп болайық, әркез ашық сендерге үйім менің. Оралсаңдар, өсірем алақанда, шүкір тәуба деп жүрмін жаратқанға. Шын ниетім қабыл ал ұсынысты, орамалмен оралшы Ағотауға депті. Осыдан кейін Сандуғаш келін қайнағасының некелесу жайлы ұсынысын қабылдаған. Ұсыныс айтылды. Мен оны 2016 жылдың қыс айында ұсынысты қабылдаған болатынмын. Және қайтадан сол үйге неке жаңғыртып, сол үйге келген болатынмын қыс айында. Алайда, туған қайнағасына тұрмысқа шыққан келінге о баста оңай болмаған. Мұны Сандуғаш та Жеңіс те жақсы біледі. Келіннің қайнағасының бетіне тіке қарамайды дейді қазақ. Ол кісіге қиын болды деп ойлаймын, өйткені қайнағамын, жалғыз қайнағамын бір отбасында. Бұрын өзі иіліп сәлемін беріп, шайымызды беріп, дастарханымызда айтып, келіндігін білдіріп, иіліп отырған қыз баласы болған екен, мен енді қиын болды деп ойлаймын, не болса да. Ол сөздер біздің қазақтарда бар. Және мен өзім қайнағам көзіне тіке қарап көрген адам емеспін. Сәлемім түзу, сөзім түзу, басқа артық ешқандай ойым да болмаған, үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Және мен ең алғашқыда барлығымызға қиын болды. Ең бірінші маған қиын болды. Бұндай нәрсе шынымды айтсам, үш ұйықтасам да түсіме де кіріп шықпаған. Және бұны мен бірте бойымды үйретіп, солай қабылдадым. Бірақ алғашқыда оңай болған жоқ. Әрине, өткен шақты еске түсірудің өзі қиын. Ең біріншіден мен ол кісінің жатқан жері жайлы болсын деп тілеймін. Қазір бізге разы деп ойлаймын. Бүгінде бұл жұп көп балалы отбасы, яғни 5 баланы бағып қағып отыр. Жеңіс марқұм інісінің кіндігінен қалған ұл мен қызды, және өзінен туған 3 балаға қамқор әке. Жеңіс қазіргіде жақсы әке, балдарды бір-бірінен бөліп жармайды, барлығын бірдей көреді. Айтар болсам көп, әрине. Бірақ барлығына бірдей қарайды. Мен ойлаймын, қазіргі таңда мен басқа біреуге тұрмысқа шыққанымда, мен балдарымды ол жақ өздерінің балдарындай қабылдамайтын еді деп ойлаймын. Мен қазір дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаймын. Сырт көз сыншы деп жатады, мен өзім ойлаймын, мен жақсы әкемін деп ойлаймын. Неге? Өйткені мен жұмыстан келсем, барлығы алдымнан шығып, мойныма асылып, бетімнен сүйіп қарсы алып жатады. Барлығы да маған әке деп сөйлейді. Өйткені бөліп жармаймын ешқайсысын. Інім марқұм дүниеден өткен кезде үлкені 3 жасар, кішісі бірде болатын. Ол кісілерде қазір осы мына есін жинап, қазір мектепте жаңа алғыс хат алып жатыр, басқа нәрсе алып жатыр. Қазір ғана сұрақтар пайда болып жатыр. Неге біздің әкеміздің аты бөлек, неге отчествомыз бөлек дейді олай айтқанда. Сондай сұрақтар енді ғана қойылып жатыр. Біз ол қандай жұмыс жасап жатырмыз қазір. Түсіндіру жұмыстарын яғни. Жеңіс пен Сандуғаш қозғаған әмеңгерлік тақырыбына желідегі жұрт жатырқай қараған көрінеді. TikTokта халықтың талқысына түскен бұл ерлі зайыпты көнеден қалған аталмыш дәстүрді дәріптеп насихаттау керектігін айтады. Мен ойлаймын, мынау әмеңгерлік жолмен үйлену деген нәрсеге насихат жетіспейді деп. Неге? Өйткені мен кеше осы әлеуметтік желіге салған кезде көптеген негатив сөздерді айтылып жатыр. Бірі біліп сөйлейді, бірі білмей сөйлейді. Бір айтады, осындай қайнаға қосылды дегені мен мүлдем естімеппін. Қайнысына үйлену керек еді,
деген нәрселерді жазып жатады. Бірақ мен өзім білетін, біздің мынау қанымызда, салт дәстүрімізде бар дүниеде, өзі даже мақалда бар емес пе, ел кетсе де елден кетпесін дейді. Яғни іні өлсе келін мұра, аға өлсе жеңге мұра деген мен сөздерді естіп жататынмын. Бұл жерде бөліп жарып жатқандарды да көрдім. Бірақ бөліп жарудың еш жолы жоқ. Өйткені не ағасы, не інісі болмаған жағдайда немере ағайындарына да әменгерлікпен қосқан. Бұл біздің бойымызда, біздің салт дәстүрімізде, біздің қанымызда бар дүние. Бұл бұған дейін болған, бұдан кейін де болған мен құптайтын едім. Өйткені қазіргі заманда күйеумен ажырасып, басқа кісіге қосылып, өгей әкелерінің не көрсетіп, не істеп жатқанын біз қазір телеарнадан, болмаса басқа әлеуметтік желілерден оқып біліп отырмыз. Сол мақсатта мен бұны насихаттау керек, қолдау керек, жастардың көзін ашу керек, жастарға үйрету керек. Мейлінше жастар дұрыс пиғылда болып, дұрыс қарау керек деген ойдамын. Мен де солай ойлаймын. Мүмкін насихат жетіспейтін шығар. Бұрынғы заманда көп болған екен бұндай жағдайлар. Қазіргі таңда жоқтың қасы. Көп адам бірінші рет естіп таңғалып жатқандары қаншама. Әмеңгерлік деген кең ауқымды тақырып қой. Тіпті көп адамдар қолдамайды екен. Көбінесе қыз келіншектерін қолдамайтынын байқадым. Ер азаматтарымыздың көбісі қолдайды екен. Салт дәстүрді ұмытпаған халыққа мен разы болдым. Өзімде басыма түспей білген жоқпын бұндай әмеңгерлік жайлы. Басыма түсіп, біліп, көріп те отырмын. Жалпы қазіргі таңда әмеңгерлік жайлы менің көзқарасым оң. Десек те туған қайнағасына тұрмысқа шыққан келінді де, өзінің туған інісінің әйеліне үйленген қайнағаны да TikToktағы ел сынап, түрлі жағымсыз пікір жазып жатыр екен. Мені сынап атқандар бар, негатив жазып атқандар да бар, бірақ мен жұрттың пікірімен жүретін адам емеспін. Өзімнің пікірім бар, өзімнің санам бар, өзімнің бақытым бар, өзімнің мақсатым бар, өзімнің арманым бар. Мен оларға даже мен бір көзім жұмып қоя салам, болды. Өздерінің түсініктеріне берсін деп. TikTokта неше түрлі пікірлер жазылған. Оның бәрін оқып та жатырмын, көріп те жатырмын. Ең бастысы, менің айтқым келетіні, неше түрлі пікірлер бар демекші. Бір адам құптаған, бақытты болуымыз тілеген, ол кісілерге көптен көп рахмет айтамын. Ол кісілерге де бақыт тілеймін. Ал қолдамаған кісілерге ештеңе демеймін. Әркімнің ойы әртүрлі, әркімнің құқығы әртүрлі. Әркім өзі ойын айтуға міндетті. Мен оларға ешқандай кінә тақпаймын. Мүмкін олардікі де дұрыс шығар. Ешкім басына түспейді, түсінбейді деп ойлаймын. Сол себепті мен негатив жазып жатқандарға ешқандай ренжімеймін. Әркім өзін ойын айтуға міндетті деп ойлаймын. Міне, қазақтың әмеңгерлік дәстүрімен бас қосып, TikTokта трендтен түспей тұрған түркістандық Жеңіс пен Сандуғаштың тағдыр жолы мен махаббат хикаясы осы. Біздің отбасылық жоспарымыз, яғни мен қазіргі жан-жарымның отбасылық жоспарымыз осы өсіріп жатқан ұл қыздарымызды аяқтандыру, осылардың бағып қағу, әлпештеу, осылардың арман мақсаттарын жетелеу, оқуы бар, басқасы бар, ертеңгі отбасылық өмірлері бар. Барлығына екеуміз күшпен жеткізіп, осылардың қызығын, шыжығын көру, осыларды жетелеу, осылармен бақытты, тәтті отбасы өмір сүру. Біздің отбасылық жоспарымыз ендігі осы бала шағамызды аман есен өсіріп, жеткізу, оқыту. Көп қой енді арманымыз, солардың бәрі орындала берсе, осы балдарымыздың қызықшылығын көре берсек, сол. Ал құрметті көрермен, әмеңгерлік жолмен үйлену тақырыбы туралы сіздің ойыңыз қандай? Дәл осы видео сұхбаттың астына пікір жазыңыз, лайк басыңыз, көпшілікпен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.